Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте күшті болып шығатын Черный принц деген торт дайындайтын боламыз. Бұл өте күшті әрі қолжетімді рецепт, сондықтан да видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Бізге начинкасына, глазурына және креміне сары май, сгущенка, шоколад және банан, ал қамырына разрыхлитель, сода, жұмыртқа, какао, шекер, сұйық май, ұн және айран керек болады. Ең алдымен айранға сода қосып, жақсылап араластырып, оны шетке қойып қоямыз. Бұл масса көтерілгенше біз басқа миска, яғни ыдыс алып, оған барлық құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Ең алдымен ұн, содан соң разрыхлитель, шекердің жартысы, какао және барлығын араластырамыз. Біз араластырып болғанша, біздің бағанағы массамыз да осылай көтерілді. Енді бөлек ыдыс алып, белок пен жылтоқты ажыратамыз. Бізде миска және миксер өте таза болу керек, бірде-бір қоқым жатпауы керек. Енді миксермен араластырамыз. Міне осылай көтерілді. Енді үстіне жылтоқты, бағана көтерілген массаны, шекердің жартысын, сұйық май және құрғақ ингредиенттерді қосып араластырамыз. Міне бізде осындай масса шығу керек. Енді арнайы ыдысқа осыны құйып, пеште пісіріп аламыз. Ал енді кремін дайындайық. Кремін дайындау үшін бізге сары май, өте жұмсақ және сгущенка керек болады. Екеуі де комнатная температурада болу керек. Ең алдымен жұмсақ сары майды бір ыдысқа салып, оны миксермен аппақ болғанша жақсылап араластырамыз. Сіздердің сгущенкаларыңыз бен сары майларыңыз бірдей температурада болмаса, онда ол кремдеріңіз іріп кетуі мүмкін. Сондықтан да бірдей температурада болу керек. Міне осылай бізде шықты. Енді осының үстіне аз-аздан сгущенка құя отыра, миксерді өшірмей араластыра береміз. Сгущенканы аз-аздан құйыңыздар, бірден барлығын немесе көп мөлшерде құйып жіберсеңіздер, біздің крем сұйық болып шығып қалады. Ал сұйық болып шыққан жағдайда біз оны холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді глазур дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад және сүт керек. Шоколадты бөліктерге бөліп аламыз. Міне, енді содан соң үстіне сүт құйып, микроволновкаға ерітіп аламыз. Біз 1 минутқа еріттік. Бұл бисквит піскенше осылай қоюланады. Енді бананды турап аламыз. Біз барлығын дайындап болғанша біздің бисквит те пісіп қалыпты. Енді бұны суытып қоямыз. Жақсылап суы керек. Осылай таяқшамен піскен-піспегенін тексересіздер. Міне қараңыздар, осындай болып шығады. Өте жұмсақ. Бізде бисквит суыды. Енді тортты жинай беруге болады. Ең алдымен тортты жинау үшін біз бисквитті 2 бөлікке бөліп аламыз. Пышақты соңына дейін апармай, тура ортасынан кесіп аламыз. Жаңа айтқанымдай соңына дейін апармаңыздар. Енді жаңа кесілген жерге ұзын көлемдегі жіпті осылай салып, X қылып, видеода көрсетілгендей, екі жаққа тартамыз.
Қараңыздар, бізде бисквит екіге бөлінді. Ал енді тортты жинай беруге де болады. Бізде барлығы дайын. Начинка, крем, глазюр және пропитка жасауды ұмытпаңыздар. Бізде пропитка ол сүт. Бисквитті қоймас бұрын ең алдымен астына крем жағып аламыз, кішкене ғана. Бисквитті қойып, бисквит өте әдемі құрғақ болмас үшін біз пропитка жасап аламыз. Пропитканы жылы сүтпен жасайсыздар. Енді крем жағамыз. Кремнен соң банан. Тура осылай қойып шығамыз. Міне. Енді қайтадан крем. Содан соң екінші бисквитпен бетін жауып, оған да пропитка жасаймыз. Міне, енді сыртына кішкене ғана крем жағамыз. Крем жағып болған соң үстіне шоколад құйып, өз қалауымызша әсемдейміз. Біз түгелдей тортты шоколадпен қаптадық. Сіздер видеода көрсетілгенге жасап қоюларыңызға болады. Шоколадты құйып, оформление жасап болған соң тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне біз осылай әсемдедік. Сіздер өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Торт осылай шығады. Ал ішінен бұлай көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ал енді дәмін көрейік. Дәмі өте керемет болып шыққан және өте дәмді, сондықтан да міндетті түрде жасаңыздар, өкінбейсіздер. Сонымен қатар біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерден барынша қолдау күтеміз. Ас болсын!